мектепте әкем қайтыс болғанда мен өзім көз алдымда болдым. Әрқашан есіне түсіріп отырамын да, Нұрдәулет, мына кезде ұмытпа деп қоясың ғой. И қазір бүгінгі сәтте ең қымбат машина алдым өзімнің өмірімде. Үйді кредитке қойып соңғы шешіміміз болған тұғын біздің. Жоқ, әкелді бас қойды, өзім төмен түсіп, әке бастырды. Мен вообще радио бергім жыламаймын дейді. Мен осында көлікте мінсем, басқалары бұдан да мықты көлікке мінсін. Ал жеттер, келістім бұл видеоға. Барлығы білу керек деп ойлаймын. Қарапайым қазақ, әненен. Мен дайынмын. Сіздер дайын болсаңыздар, ал бастайық. Нұрдәулет, ол жақсы оқыды. Бұл 4 жасынан тілге келгеннен бастап болған жаңағы божбан ғой бұл. Сол божбандар туралы нелерді жаттататын тақпақтарды. Жеделбайсың жерінде, Қоңырат деген елінде деген сондай тақпақтарды жаттатып. Зерек болды ғой Нұрдәулеттің өзі. Әкесінің көп ықпалы болды негізі. Әріптерді мектепке бармай жатып, өзі қолдан жазып, соны жаттатып оқытатын, газеттерді оқытатын. Үй, қаша ремонтталды? Ойбай, уже қанша жыл болды, қойшы айта бермеймін. Жоқ, қанша уақыт болды ремонтталғаны? Ұзақ болған жоқ қой? Уже 4 жыл болып қойды уже. 2 жыл, 3 жыл. 3 жыл болды. 4 жыл болды. 4 жыл болды ма? Жоқ, 3 жыл болды. 4 жыл болды. Көкең жылынан кейін. Құрметті достар, айтасыздар енді, мен енді осы 5 отбасыға үй әпердік қой. Ең соңында өз ақшама әпердім ғой. Енді мен өзім 2 комната үйде тұрамын міне. 2 кішкентай. Үйде осы жұмыс істеп болғаннан кейін, үйде әперіп жатқаннан кейін барып ремонттадым бұл нәрсені. Әлі 2 комната үй, осы 2 комната өскенбіз, 2 комнатада. Күшті. Енді Құдайға қаласа мама, енді Құдайға қаласа мама үй әперемін деймін. Мамам ұялады сәл. Мен айтайын, ұялмаңыз деймін. Зато балаңыз қарапайым қазақ деймін. Осы 2 комнатада тұрдық. Енді қазір сәл реңі кіріп қалды, бірақ бұйырса енді үлкен үй аламыз. Қандай не болады мектепте мероприятие бәріне қатысады. Тақпақ айтып қатты. Ол кезде Нұрдәулет толық еді. Томпақ еді. Енді қатты сенбесем сен толық еді. Жасы 1 жас өзінен почти 1,5 жас үлкендермен оқыды ғой. Бірақ солармен бірдей болып тұратын томпақ. Енді бірақ балалығы білінеді ғой, жасынан бұрын барған. Кішкентай Нұрдәулет дәл осында қарапайым болды. Бірақ момын болды. Және бойым кішкентай, томпақ едім. Ешкіммен төбелесуге тырысатынмын. Жаңағыда білмейтін факт, мен дауысым қыз сияқты болады. 9 жасқа дейін. Мен сөйлеген телефон алғанда дауысым шаң-шаң кетіп шығатын. Солай естеліктермен қалды. Нұрдәулет үйдің үлкені. Және менің үлкен әпкем бар, ол қайтыс болған. Мен кішкентай кезінде, менен бұрын, мен значит екіншім, бірақ қазір үйдің үлкенімін, енді кішкентай кезінде шетінеп кеткен. Жатқан жер айлы болсын. Бұл Нұрдәулет қарапайым, ойнап, күліп, ата-анасы әрдайым жанында поддержка берді деп ойлаймын. Мен негізі анам өмір айтпай барам. Өйткені айтып барсаң, дайындалады, енді уайымдайды, кіммен келесің дейді, мен айтпай бара салам. Шынайылықты көрсетіп берді кез келген уақытта. Және мен айтпақшы, анам менің бірінші телефоным бар. Мен бірінші деген ұстаған телефоным емес, блогерсті бастағандағы ең бірінші алған кредитке опять телефонын сақтап қойыпты. Міне, ең бірінші блогерствоны бастағандағы телефоным, чехолмен тұр ғой мына. Иә. Опять деген ол кезде ең бірінші осындай арты ашылмайтын телефондар шыққан, арты ашылмайтын. Ең қымбат телефон берген анашым, кредитке берген. Оны қанша кредитін соңында өзім жаптым. Ойнап отырмын. Кредитке берген, одан кейін сосын екінші айфонды көкенің ақшасына алғам. Қалтасына тауып алып, білесіз бе сізге айтамын? Иә. Мына қараңыздар. Бірінші телефон. Қосылмай ма? Істемейді ше? Жоқ, бұл не зарядталған жоқ қой. Баспа бар. Жақсы. Ең бірінші телефоным. Бұндай нәрселерді ше, негізі сақтап қою керек ше, адам өткен өмірін ұмытпау керек та. Мынандай біреулер бар ғой, күшті жағдай болған кезде бұрынғы өткен өмірін ұмытатын. Осыны көріп, есіне алып отырады да, тәубеге келеді адам. Әрқашан есіне түсіріп отырамын да, Нұрдәулет, мына кезде ұмытпа деп қоясың ғой. Бірақ көкірек емес қой балам. Көп қойылатын сұрақтың бірі, қайда оқыдың? Назарбаевскийде оқыдың ба, или бір лицейде оқыдың ба, Дарында оқыдың ба деп. Мен бүкіл қазақ түрік лицейіне тапсырып көрдім, Дарынға тапсырдым, ешқайсысына түсе алмадым шынымды айтсам. Мүмкіндік болмағанда тест дайындыққа ақша болмады. Бірақ обычный кәдімгі
Абырай Алтынсарин Кентау қаласының нөмірі 1-ші мектепте оқыдым. Абырай Алтынсарин атындағы нөмір 1-ші мектеп бүгін демалыс енді. Ағайын қуып жүрмесе. Осы жақтың түлегім нөмір 1-ші деген бекер емес шығар. Каждый минут бізде энерджи ресурс алу беру. Үйге тапсырылмас аған ұйқыны жеңу. Міне бүгінгі күнде кіріп демалыс емес пе бүгін? Не білсің? Уалейкум ассалам, уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам, уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам, уалейкум ассалам. Уалейкум футбол ойнайын? Асамдасың бәрі амандасың ба? Опа, уалейкум ассалам. Я, бәрі, уалейкум футбол. Қайда оқисыңдар? Бәрі әртүрлі. Давай, кел. Давай. Қара. Ештеңе деп болмайды бес бол. Егер тек жататын болсаң ешін келдің мұнда. Тыңдат, немесе тыңдататындарды тыңда. Енді қазір кіріп мұғалімдермен таныстырайын, бүгін демалыс күні үлгере алмай жатырмыз. Енді осы жерде оқығам енді. Осы жер 9 айда оқығам. Енді шынымды айтсам 4-5-3-те болған кейде. Осы мектеп кішігірім ремонттап қойыпты. Көптеген естеліктер, қызықты сәттер. Бір айтқым келетіні, енді бір ақылдыма қойын, бірақ бір мақсатқа жету үшін сенің қай жерде оқығаның маңызды емес, сенің қалай оқығаның маңызды, қай жерден қандай нәрсе алғаның маңызды деген сияқты. Мен айтпақшы бір факт айтайын, осы Абырай Алтынсарин мектебінен жоғарыдан шыққан кезде «Н» деген әріп береді. Деп ондай. Сәйкестік па? Ал енді көріп отырған оқушылар болса, мұғалімдер болса, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге қарапайым қазақ Абырай Алтынсарин мектебінен шыққан. Енді демалыс күні барып қалдық қой, біз адам жоқ болды. Негізі алдыңғы жолы сабақ күні барған кезде андай дабылды басып жүрген апасының «Дум» деп шығып жиналыңдар дегенде. Мұғалімдерді шақырып, менің екінші мұғалім бастауыштан кейінгі пенсияға шыққан. Бастауыштан кейінгі сынып жетекшім Мейрамкүл апай. Ұстазды әрдайым ұмытпаңыздар. Алмай жатыр. Ашық байлы, ашықтан. Забор бар сияқты. Машина тұр ішінде бірақ. Тарихтан берген еді бізге. Бір жерге шығып кеткен сәр, апай, авторитет мықты апайымызды. Әр жерге қонаққа шақырады қазір енді пенсияда, немересімен, шөбересімен. Былай істейін, сыйлықты киім беріп жіберем бізде. Кеше кетсек бізге аэропортқа. Мұғалім, апай көріп отырсаңыз, ұстаз, арнайы келдім. Көріп отырған танитын болса Мейрамкүл апайды сәлемдеп жіберіп қойыңыздар. Оқушылар әлі ұстаз ұмытқан жоқ. Мен мұғалім көріп отырса сәлем жолдаймын. Мейрамкүл апай тарихтан берген, Тұрлайым апай болған, бастауыштан берген. Колледжде Қарлығаш. Колледж мен медколледж оқыдым. 9-ға дейін оқып, 9-дан кеттім. Медколледж, Кентау колледжі, жекеменшік колледж, фельдшер мамандығы, емдеу ісі. Не үшін бұл жерге түстім? Ең бірінші таза жұмыс, екінші өзіме ұнады, адамдарды емдеу. Ең керемет жұмыс деп ойлаймын, дәрігер деп ойлаймын. Бірақ енді бұның айлығы аз болғаннан кейін мен 1-2 ай жұмыс істедім да, скорыйда көмекшісі болып, сосын шығып кеткен болатынмын. Жабық тұр енді бұл, көрейік. Ойбай. Қазір жабық тұр. Бірақ осы жерде. Және менің ең бірінші творчество, шығармашылыққа сәл кішкене бастауымның себебі осы колледж болды. Өйткені КВН ойнағанбыз. Официал ілім қойылымдығы жерде, бадмедикте неше түрлі КВНдер ойнап осы жерде бастағанбыз. ютубта да осы жерде бастадық. Жабық тұр енді. Бүгін демалыс қой. Егер де Кентауда, Түркістанда болса, Кентау колледжін оқысаңыздар болады. Фельдшер емдеу ісі. Мына жігіттермен, мынау колледждің жігіттері. Колледждегі, ассалаумағалейкум, қалай жаман. Колледждегі бауырлар, міне Ырысбектен басқа параллель группада Фахрудин, Түркістанда енді. Бізден бір төмен оққан, біздің бұрында соперник КВН командасында ойнаған. Біраз шыққы ғой. Осы КВН ойнаған болатынбыз барлығымыз. Осы керемет, қазір достарымыз араластырамыз ба? Бауыр, мынау Жомарт танисың ба? Үшеуміз NN Live TV. Әрқашан бір-бірін қолдап жүр. Мен білемін, что кез келген бауыр танымал адамдарда болсын, мен білемін да, кез уақытта түсіп кетсем де, көтеріп кетсем де, бір уақытта осы бауырларға келсем, Кетаудағы бұрындағы достарыма, класстарыма келсем, класстарым мен достарым әрдайым қарсы алады деп ойлаймын. Сен атағың бар, атағың жоқ. Нөлден бастап. Иә. Сондықтан да ондай бауырларды құрметтеу керек жігіттер. Абдуши. Медик болып жүрген кезде бұл КВНшік болды ғой, оған дейін бұл медикті таңдауына мен өзім көп ықпал жасадым. Өйткені ауруды кім білет, сол қорқады да, білмейтін адам ештеңеден қорықпайды. Сол үшін жаңағы әрбір ана бала-шағасының болашағын ойлайды, ең болмаса өзінің бала-шағасына қарайды, өзіне қарайды деп та. Мен солай медик болған қаладым. Өзіміздің семьямызда көбіміз медикпіз почти. 12 баланың 7-шісін.
почти бізде 7 митинг бар ғой. Солай, енді қазір сол кішкентай оқысам да, осы бала шағаны сол мамандықпен бақтық қой. Шығармашылықты ең бірінші бастаған жерлердің бірі тағы да жастар орталығы. Ол жерден Сұлтан бауырым, Сұлтан деген бауырымыз КВН ойнағанбыз барлығымыз бірге сол кезде. Ол жерде қандай жұмыс істейді сол деген? Мен ол кезде мамандығым, инспектор договорниктығым. Қазір? Жастар орталығының басшысымын. Тұрақтылық қанша жыл? 8 жыл. 8 жыл. Тұрақтылық жастар орталығынан бір ерекше көмек болды. Ол кезде енді түсінбейміз ғой не орталық екенін. Бірақ әйтеуір жол ашылды енді кішігірім. Қазір ішінде не болып жатқанын білмейміз. Осы жерде кино түсірдік. Тағы не істедік? Жайдарман ойнадық. Жайдарман ойнадық. Жалпы мафия. Мафия. Жастар шақындар осы жерде болды. Бірақ мен Жайдарманды 4-ші орын алып қалғанбыз. Атылып қалғанбыз. Атақ бірақ басқа нәрсе әйтеуір жеңіп жатыр кішігірім. Енді іші кішкене көп қайда екен кішігірім, ойбай. Не болып жатыр ішінде жарысып отқан сияқты. Біз бастаған кезде қаншада? 2017-де ашылды. 2017-де бірінші ашылған ол жастар орталығының жоқтығы мүлде. Алғашқы сахналарым бірі осы жер міне өсіп, өніп, кино түсіргенде осы жер алғашқы киномыз түсірдік. Дос қадірі кино түсіргенбіз осы жерде жастар орталығы. Ол кезде жастар орталығы ашылмайтын да ол. Ең бірінші ашылған. Өйткені үлкен здание берілген болады Кентау қаласында. Мына сахна міне көрсетіп қойсыңдар болады. Мына сахнада бастағанбыз. Жалпы жастарға енді садақпен мен өзім заниматься еткен 3 жыл болды. Садақты жақсы көремін, оны 2019-дан бастап бастадым. Қазір сол нәрсені ашып, кеше бастадық. Садақ құрастырып көрмеген өмірімде бірінші рет құрастырдым. Дайын садаға табым ма? Дайын садағасы берем қалған ма? Ана жұмылдықта қиын дейді ғой көрем. Опа. Міне енді көрдім. Бірінші рет садақты өзім істептім. Опа, азар. Түсіндім енді. Негіз бұл садақты жақты айтып қойды. Жақты. Сағаттың қандай жалпы құрылымы бар. Сәлем Ағниет, туған күнің құтты болсын, ағама шашама бақытты болсын. Подругаң айтты. Молодец. Сен туған ойбай. Бүгін Ағниеттің туған күні екен, құтты болсын. Как раз көріп қалдық. Туған күні Ағниет, ағама шашама бақытты бол. Нұрдәулет кеше ғана соны себепке қылып айтып отырмын көйеншіктерге, жайдарманшыларға. Так Нұрдәулет өзімізден шыққан, ойнаған, бадминтон, бажалар деп. Бірақ қазір қарасаң қол жетпес арман. Мақсатқа қол жеткізу үшін осындай өзінде бір мақсаты болу керек. Иә, мына көйеншіктердің бәрі тұрып соған қазір міне үлгі болып отыр негізінде. Дұрыс. Бажаларды айтпай қойшы просто. Бажалар деген соперник команда ғой деймін. Бажалар деген соперник команда. Ешқандай мамандықпен жұмыс қатыра алмадым. Өйткені менде үлкен қарыз болды анамның. Пирамидаға кіріп кеткен, финансовый пирамида. Үйді кредитке қойып, соңғы шешіміміз болған тұғын біздің. Сол шешімнен шығамыз деп ойлағанбыз, бірақ жоқ, шыға алмады. Сол ақшаны алдық та, барып құйдық қой пирамидаға. Содан нәтиже бар шығар деп. Мен айтқам, ана құймақ қойып деп. Жақын таныстарымыз, олар да білген жоқ қой, пирамидаға қадалды. Сол қарыздан құтылу үшін маған мамандықпен жұмыс істеу өте қиын болды. Сондықтан да мен ең бірінші кәсіп аштым. Enjoy деген. Енді мен сразу блогер болған жоқпын, строгада істедім, кәсіп істедім деп айтқан болатын. Ең бірінші кәсіп, мен айттым, әкемнен ақша алдым, әкеме ренжіген кезім болды. Әкемнен қарызға ақша алғанда кәсіпке деп, қайтарасың балам деген. Сол кезде мен ашумен келіп қайтарып тастаған болатынмын. Сөйтсем әкем қайтарған кезде маған ақша керек емес деді. Сол кәсіп айтылған, сол теманың кәсібі осы кәсіп тұғын бағана бауырымыздың екеуміздің. Осы енді өйстіп істедік кішігім. Бұл біреу болды. Сосын Түркістан адамдар келе бастады. 2017-те стаканға біз ат жазып беретін болдық. Сол кезде WhatsApp-қа, Instagram-ға бәрі қойып, атын жазып береміз, типа. Жомарт, мысалы, бір нәрсе плюс деген сияқты. Осы әртүрлі аттар, қызымен, әйелмен. Сөйтіп хит болды, өте қатты популярный болды. Сосын Алматы барса Starbucks-та солай бар екен. Білмеймін мен, Starbucks қашан бірінші олар ма, или біз ба? Осылай кәсіп болған. Сосын Түркістан қаласына аштық. Сосын бар Жаңғырған, Қызылорда, Шиелгейін аштық қой, мә, базарлық. Бірақ сезонный болғаннан кейін жазда осын істейміз, қыста стройкаға кететін болдық. Ең бірінші вайндар осы жерде түсірілді. Көрсеңіздер, анда қызық емес күлкі деген бар ғой, сонда прикол бар еді. Қызық емес нәрсеге күлу. Ондеш, ахон деп. Осы жерлерден басталған тұғын. Иә, дәл сол жерлерде басталған. Сол Алматыға келді, Алматыда жалғасты. Ахон, Диляра, Бахабу беріп, поддержка беріп. Көбісі білсе білмейді шығар, мен заманимен Ахонның фан-встречасына барған адаммын. Енді Нұрдәулет бірден көрінген адамға бұл жұмысты оңай деп ойлайды. Мен де ойлағам солай. Барады, бір рекламаны алады, айтады ақша табады деп. Мен барған кезде маған уақыты болған жоқ қой Нұрдәулеттің. Маған деген 1 сағат уақыты болған жоқ. Келді, амандасады да, ұйықтап қалады. Я сөйлеспейді, сүрлігіп, сілелеп келеді да. Мен жүк көтеріп атқан адамнан бетер ауыр екен да бұл жұмыс ше. Енді ешкім бекерден бекер ақша бермейді, оңай жерде нан жоқ.
жүк көтеріп жүрмесе де әр жұмыстың өзінің жауапкершілігі бар екен. Шығарып салуға уақыты болмайды. Мен ауылға жеткеннен кейін жазады, кешір шығарып саламадым. Түсіндім, мен жұмысы оңай емес. Оның барлығы енді былай деп біреуге ақыл айта алмаймын дегенмен, түбіне біріншіден тәрбие керек. Тәрбиесі дұрыс бала жан-жаққа бұрылмайды. 50% тәрбие отбасыдан, сондықтан да отбасының маған деген қарым-қатынасы өте күшті болды. Маған деген сенуі, маған деген қолдауы, маған берген тәрбиесі. Тәрбие тек қана ұрсу емес. Мысалы, мен өмірде мүлде темекі шегіп көрмегенмін, арақ ішіп көрмегенмін, ішімдік ішіп көрмегенмін, наша да шегіп көрмегенмін. Менің әкем де есімде болса 53 жасына дейін вообще ішіп көрмеген болатын, достары ұсынбайтын да. Сол маған айтпады негізі өмірде ішіп шекпе, просто ісімен да көрген нәрсемді мен сіңіріп алдым өзіме. Анамда да солай. Қазіргі істеп жатқан ісім біреуге дұрыс емес болғанмен, мен өзім адами тұрғыда беретін тәрбием балама, ісіммен де ойлаймын, тек қана нәтижемен. Сондықтан мен барынша нәтижені күтуге тырысамын. Бір сыйлық, оны сізге арнайлап беріп жібердік. Алдық, ашыңызшы. Бриллиант айдың нұры дейді. Ох ты! Орамалы. Керемет. Шіркін. Әдемсін ай. Ал, құтты болсын ол бриллиантыңыз. Рахмет. Жаным, рахмет. Алланың нұры жаусын жаным. О, жақсы. Сөзін ашық айтқанда, көбісі біледі, көбісі білмейді. Мен үйде әкем қайтыс болғанда мен өзім көз алдымда болды. Тамақша тамақ беріп жатым, құқ деп құсты. Сосын барып, әке деймін, сөйлемейді, жай-жай деймін шығарып жатыр. Жай-жай түк дейді, уже аяғын ұстаймын сразу. Аяғым ұстап кеткен. Бір уақытта жүрегім басып алдым, әке, айқайлап жатырмын. Сөйттім да, соңғы дем деді да, бір дем шықты, сразу аяқ қол тырысып қалды. Айқайлап, скорый шақырып, звондап жатырмын, боқтап жатырмын, айқайлап жатырмын. Айтады, кеткен жоқ, андай әкеңдер еді, мынандай артынан да басады, әкеңдер, жоқ, әкелді бар, скорыйда өзім төмен түсіп, әке бастырды. Сөйтіп, 24-ті ғой енді, 25 желеді, 24-ті осы 2 февраль айының 2018 қателеспесем. Сол уақытта өмірден өтті. 2018 жыл 25 ақпан осы жерге келіп жерлеген болатынбыз. Бұл зиярат молада видео түсіруге бола ма білмеймін. Бірақ менің кішігірім биографиям болғасын, барлығын толық сізге көрсеткім келіп отыр. Енді қазір іздеп тауып алу керек. Әрі келген сайын шатасып кетемін. Бірінші келген кезде полный жартысы жоқтығын. Мен әкем соңғы последний жерлеген болатынбыз. Қазір қарасаңыздар толып тұр. Бізге как будто өлмейтіндей өмір сүреміз ғой. Шын мәнісінде ана жаққа келіп просто қарап отырса күніне қосылып жатады ғой, қатар күніне. Және арнайға тұрарлық беріп әкемнің әне осы елден білмей білемеске Аллахтан барлық жылықтан бақшып жатқан жерлерін тоғады болсын. Алла рахмет жатыр. Аллахым біліп білмесе күнәларын кешіріп Аллахым жәннаттан нәсіп етіп Аллахым. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. 2018 25 ай. Негізі айтқандым, видео басталған кезде вообще көзім жас шықпайды деп, потому что ұнатпаймын ол нәрсе. Қазір не айтасың бірақ? Бәрі кеш. Мен қазір алайын деп отқан көліктерім, жасап отқан жақсылығы, жұмыстар, барлығы өз көзімді көрмегеннен кейін бәрі бір тиын сияқты көрінеді. Кезінде тағы да айтамын, кезінде айтатын әкем. Өскенде көлік әпересің ба, 200 деп. Қайдағы 200 деп ойлайтын. Просто арман болып көрінеді. Армандар орындалды, бірақ 200 алуға шамам жетеді, бірақ әкем жоқ. Қазір алып отқан 200 миллиондық машина, бәрі бір тиын шынын айтсам, бәрі бір тиын. Бәрін беруге дайын, бәрін машина, үй, бәрін әперуге болады. Бірақ бәрі өш кешті. Шүкір бірақ енді, анам бар ғой. Жыламан ұры. Мен вообще уәде бергім жыламаймын деп. Ең бастысы әкелеріңіз
тірі кезінде бауырларыңыз, жақындарыңызды, ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Ал құрметті ата-аналар, тірі кезде өздеріңіз балаларыңызға жанында болуға тырысыңыздар. Өйткені сіздер жоқ кезде кейін сағынатын болады балаларыңыз өте қатты. Ал әке, тағы да сізге кішігірім арманым айтып өтейін. Сіз армандаған 200 көлікті 200 миллиондық көлікке ауыстырдым. Енді әке, тағы да айтарым сізге, бұл енді сіздің ұлыңыздың кішкене жеткен жетістігі, кішігірім халыққа көмектесіп, еңбектеніп, бір өзімнен біреуге пайдам тисеген деп жүрмін. Әке, уәде беремін, Құдай қаласа, барлық мүмкіндік келген кезде, барлық мүмкіндікті тек жақсылық үшін Алланың жолында, сіздің берген ақылдарыңызбен дұрыс жолда жұмсауға уәде беремін. Үлкен жетістікке жетіп, көп адамға пайдамды тигізуге тырысамын. Әке, уәде. Басқа ештеңе. Сіздің жасай алмаған істеріңіздің барлығын мен жасауға тырысамын. Сізге берілген жауапкершіліктің барлығын өзім мойныма алып, сіз істей алмаған армандар, сіз істей алмаған көмектер, сіз бере алмаған жақсылықтың барлығын мен өзім беруге тырысамын. Сіз әрдайым сол қолдап отырсаңыз болды. Аллахым өзі рахымын алсын. Тұрарлы Берік Бектұрсын Нұрдәулеттің әкесі. Шүкір Аллах. Негіз папасы суретті жақсы көреді да. Үйде отырғанда шай ішіп отырсақ та суретшіні әкеп түсіре беретін, үйге қонақ келсе түсіре беретін. Папам аккаунты почти. Айтып отырмын ғой, маған көкесінің несі көп әсер еткен ғой, маған қарасай, екеуін алдын алып алып, енді жүріп жүрген кезі Бақаның міне үйге айтып отырмын ғой, қонақ келсе болды, суретшіні шақырып, мені суретке түсіре береді. Енді мен нөлге түстім, білесіздер. Жалаңаш фото салдым. Енді білесіздер ғой, бәрі шулады. Неге олай салдым деп. Мен машина өртегенде, машина нечайно соғылған кезде бәрі мені қарғап істелеген тұғын. Мен бір жақсылық істедім болсам, ешкім көрмейді. Мақсатым жария садақа. Көп адамға көрсетіп, содан бір адамдар ой қалыптастырса екен деймін да. Енді көрсетудің бір амалы бар, халыққа қызығатын шум. Мен көрсеткім келді, жалаңаш қалдым деп. Бірақ ол ісіммен мен Қазақстандағы құдайын ұмытып кеткен байларға кішігірім 10% болса да берсе екен дедім. Мен айттым, әкем маған ісімен көрсеткен дедім. Мен де оқырмандарға, бай патшаларға өзім ісімен көрсеткім келді. Біреулер айтады жүр, өтірік болын бәрі. Не болса да, главный, ең бастысы мен ниетім түзу, дұрыс нәрсе көрсетіп тұрған жоқпын ба? Бопты өтірік болсын, мен миллиардым болсын, біреудің бір жері қисая ма? Қисаймайды. Мен миллиард долларым болса да, мысалы да, например. Мен көрсетпей-ақ жүре аламын ғой, например. Неге мен көрсетемін оны жалаңаш түсіп, хайп керек деп, миллиард долларым болса жатамын ғой мен үйде, тыныш. Не керегі бар маған біреуге көрсетіп? Мен просто өзімнің өмірден өткеннен кейін өзімнің опытым бойынша нет ничего невозможно. Қарапайым қазақ армандар орындалады. Мен әр сөзімнің өзі бір мотивация болғаннан кейін ісіммен де дәлелдейін дедім да. Өйткені маған ата-анамның ісі көп көмектесті сөзінен гөрі. Сондықтан сөйтіп жалаңаш түсіп. И қазір бүгінгі сәтте бәрі түсінбей қалуы мүмкін. Ең қымбат машина алдым өзімнің өмірімдегі. Өзгерген тек сандар, армандар орындалады. Дәл осы жерден бүкіл машинаны түсірген болатынмын. Қазіргі кезектегі почти 200 миллионды машинада түсіретін болам. Көргендер бар, көрмегендер бар. Мына жерде тұр. Мен айтқым келетіні, құрметті достар, әуелі Алла және өздеріңізді сеніңіздер. Армандарыңыз орындалады. Нет ничего невозможного. Қарапайым қазақ дейді. Аптан түспе дейді. Қарапайым қазақ деп айтып жүрмін әрдайым. Өйткені қарапайым қазақ, мен осындай көлікке мінсем, басқалары бұдан да мықты көлікке мінсін. Ал эксклюзив тағы да. Қарапайым қазақ қарыз қалған машинасын көрсететін боламыз қазір. Әште барлығы қарап тұр, қазір кеттік ал. Бірінші, ал бисмилля. Қалайсыңдар? Қарапайым қазақ, нет ничего невозможного. Қайсыншы көлік екенін білмеймін, бірақ соңғы емес. Lamborghini Urus, қарсаңыздар. Қалада машинам көрсеңіздер, история жасаңыздар, және қандай ат қоямыз бұған. Сонда жаза кетіңіздер. Құрсын жұмыс істейік, қарыз қайтару керек. Армандар орындалады, мен сенемін. Нет ничего невозможно. Сіздер де сеніңіздер. Енді бұйырса, алда уақытта YouTube-қа көшетін болам. Нет ничего невозможно. Келесі кездескенше, қарапайым қазақ, ұнаса каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздер қарапайым Нұрдәулеттің алдағы планының
25%-ін ғана көрдіңіздер. Алда 700% бар. Бірге жетейік. Бұл әлі бастамасы. Келесі кездескенше сау саламат.